Мен болашақ күйеуіммен жоғары оқу орнында оқып жүрген кезінде таныстым. Университеттің соңғы курсында едім. Ол кезде күйеуім құқық қорғаушы болып жұмыс істейтін. Екеуміз бір-бірімізді бір көргеннен ұнатып қатты жақсы көрдік. Бір жылдай қыз бен жігіт болып кездесіп жүріп, мен оқуымды бітірген соң маған үйленуге ұсыныс жасады. Мен көп ойланбай-ақ келісімді бердім. Ата-анам Өскеменде тұратын. Отбасымызда ата-анам, мен және інім бар еді. Мен дипломымды алған соң, қоңыр күзде ата-анам мен достарым мені дүркіретіп той жасап ұзатып салды. Студенттік шағым өткен Алматы қаласына келін болып түстім. Келін болып келген жерім өте жақсы болды. Жолдасым да отбасында 2 ұл ғана екен. Әлі үйленбеген қайнағам әскери адам. Жұмыс бабы бойынша Шымкентте тұрады екен. Атам да енем де жұмыс істейтін еді. Мен түскеннен кейін араға көп уақыт салмай, енем, қызым, дипломы жарамсыз болып қалмасын. Сені өз мамандығың бойынша жұмысқа орналастырайық деп, күйеуімнің араласуымен жақсы жерге жұмысқа тұрғызды. Күндіз барлығымыз жұмыстамыз. Тек кешке ғана дастархан басында бас қосатын едік. Мен жұмыстан үйге келе салып тамақ жасаймын. Кейде енем ерте келсе, біз келгенше тамақ жасап қояды. Ол кісі сондай сабырлы, бет алды сөйлей бермейтін, көзі ашық, білімді, заманауи адам еді. Ал атам керісінше беймазалау, барлық жерде асығыс, сөзі де жүріс-тұрысы да жылдам, әділ, бетке тура айтатын тіке мінезді кісі еді. Бірақ маған қызым дегеннен басқа ұрсып сөйлеген емес тұғын. Осындай жақсы отбасына түскеніме іштей шүкіршілігімді айтып жүретінмін. Бірақ бір кем дүние дегендей, бала көтере алмай жүрдім. Енем, сен әлі жассың ғой, қайда асығасың? Уайымдай берме, әлі аяғыңның ауырлап қалған білмеде қаласың, деп күліп мені рухани демеп қоятын. Енемнің осы сөздерінен кәдімгідей ішім жылып, алдағы күндерге үмітім артып, жолдасым мен ыстық суығымыз басылмаған бақытты күндеріміз өтіп жатты. Күн суытып, ұлпалап, қар жауып қыста келді. Тау бөктеріндегі Алматының ауа райы, табиғаты керемет қой шіркін. Қала көшелеріндегі шыршалар ақ мамыққа оранып алғандай. Таңертең күйеуіммен ерте тұрып, екеуміз бірге жұмысқа шығып кететінбіз. Кешке қарай мен жұмыстан ертерек шығып жатсам, серік келіп мені жұмыстан алып кететін. Сөйтіп, екеуміз қыстың суығына қарамай, түнгі Алматыны қыдырып, қол ұстасып, киноға барып, мейрамханадан тамақтанып, жұмыстан қолымыз қалт босай қалса, сол сәтті пайдаланып, бірге болуға тырысатынбыз. Екеуміздің жүрегіміз бір-біріміз үшін соғатындай еді. Осылай жүріп, бізге білінбей уақыт деген сырғып өтіп жатты. Мен келін болып түскеніме біраз уақыт өтіп кетсе де, аяғым ауырламады. Күйеуім сәби жайлы сөз қозғамаса да, іштей тезірек сәбилі болғысы келетін секілдеді. Өйткені басым ауырып, кішкене мазасызданып қалсам, маған жылы шырай қарап, жаным, мүмкін сенің аяғың ауыр шығар, деп сұрай беретін. Ол маған осылай қараған сайын, мен іштей өзімді бала көтере алмай жүргеніме бір тілі кінәлі сезінетінмін. Алайда жаратқаннан үмітімді үзбедім. Сөйтіп, жазға таман күтпеген жерден
қайнағам үйленетін болды. Қалыңдығы Шымкент жақтың қызы екен. Ата-енем үлкен той жасап қайнағамды үйлендірді. Той өткеннен кейін арада бір ай өткен соң қайнағам әйелімен Шымкентке қайтып кетті. Ал абысыным көп ұзамай-ақ аяғы ауырлап, межелі уақытта жетіп, қыз бала босанып алды. Ата-енем 5 жылдан бері менен немере күтіп жүр еді. Абысынымның босанғанына қатты қуанды. Мен де жүрегім лүпілдеп қуанғаннан бір жылап алдым. Мұны көрген күйеуім мені жабырқап тұр деді ме? Жаным, бізде де бұйыртса осындай қуаныш болады. Жыламашы, деп жас жуған бетімнен сүйіп жатыр. Екеуміз бір-бірімізді үнсіз ұқсатын едік. Түріміз де ұқсайтын еді. Бойымыз ұзын, өңіміз аққұба кел, көрген жұрт қандай жарасымды жұп деп сыртымыздан айтып жататындарын көп естейтінбіз. Сондай бақытты едік. Күйеуім маған бала көтермей жатырсың деп еш уақытта айтқан емес. Болмаса, көңілі түсіп, мен сияқты қатты уайымдамайтын. Әлде маған солай көрінетін беді, білмеймін. Әрқашан бір қалыпты көңіл күйде жүретін. Мерекелерде, демалыстарда жолдастарымен табиғатқа кәуап жеуге, пикникке жиі шығатын едік. Аузымнан шыққанның барлығын алып беріп, еркелетіп жүретін. Осылайша менің көңілімді аулайтын. Абысыным қызды болғаннан кейін мен де іштей тезірек сәбилі болсам екен деп көп оянатын болдым. Осылай үміттеніп, бала күтіп жүргенімізге 5 жылдан да асып кетіп еді. Сөйтіп, абысыным босанған соң, біраз уақыт өткен соң, анам хабарласты. Қызым-ау, Алладан сұрап қана осылай жүре бересіңдер ме? Барып дәрігерге қаралмайсыңдар ма? Өзің де, күйеуің де қаралсын. Кім біледі? Мүмкін күйеуінің денсаулығы жоқ шығар? Анализ тапсырып, емделіп көрсеңдерші, деп біраз әңгіме айтты. Енеммен де сөйлесті. Сөйтіп, ақылдаса келе, күйеуім екеуміз дәрігерлерге қаралатын болып шештік. Бір апта жұмыстан больничный ашып, Алматыдағы жақсы жеке емхана қаралдық емханаға. Барлық қажет деген анализдері тапсырдық. Күйеуімнің денсаулығы жақсы, анализдер де жақсы деген нәтижеме шықты. Маған бедеу деген нәтиже диагноз қойылды. Мұны естігенімде төбемнен жай түскендей болып, есеңгіреп қалдым. Не ойларымды да білмей, бір орында қатып қалыппын. Іштей, бұл бір қателік шығар, бұлай болуы мүмкін емес деп күбірлей беріппін. Жанарым жасқа шалынды. Күйеуім де естігеніне сене алмай, не істерін білмей қалды. Жаныма келіп, жаным, қойшы, бұл қателік шығар, басқа дәрігерлерге қаратамын, сені жақсы көремін, емделесің, әлі-ақ сәбилі боламыз, жыламашы деп жұбатып жатыр. Сол кездегі күйімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Содан үйге келген соң менің жағдайымды барлығы да естіді. Енем, үміттеріңді үзбеңдер, жассыңдар ғой, басқа жерге барып тағы да қаратамыз, емделесің, барлығы да жақсы болады, деп ол кісі де жұбатып жатыр. Бірақ ішімде ешқандай үміт жоқ екенін көзім жететіндей. Мен бедеумін, мен ешқашан сәби сүйе алмаймын, ана бола алмаймын. Құдай-ау, неге бұлай болды екен? Ана бола алмасам, несіне тірі жүремін? Сүйгеніме әке атану бақытын сыйлай алмасам, несіне бірге тұрамын? Деп жүрегім қаншылады. Бар үміт сенімім ғайып болды. Енем айтқан болу керек, біраз уақыттан соң анам хабарласты. Ол да естігеніне сенер алар емес.
Анамның даусын естігеніммен сөздерін ұқпайтын сияқтымын. Егіліп жылай бердім. Ертесінде дел сал күйде таң ата салысымен енем есікті тоқылдатып мені шақырып алды. Күйеуім ұйықтап жатыр еді. Шықсам, енем ас үйде шай дайындап қойыпты. Екеуміз отырып шай ішейік, айтатын әңгімем бар, деді. Менің жүрегім зу ете қалды. Сен бедеусің, баламнан ажырас, деп айтатын сияқты көрінді маған. Аяқ қолым дірілдеді. Алғаш рет өзімді бұл үйде бөтен адамдай сезіндім. Жалғасы келесі бөлімде.